Саят Медеу фәндеріне боғауыз сөздерді қосатын әріптестерін жерден алып, жерге салды. Бұны тоқтататын заң шығаруды талап етемін. Жаза керек дейді. Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Саят мырза өз ойымен Инстаграмдағы жеке парақшасында бөлісті. Қазір танымал болудың ең оңай жолын ойлағанмен, ертеңгі күнімізді неге ойламаймыз дейді. Расымен, соңғы кездері тек қана ән емес, боғауыз сөздер қосылған фильмдер, вайндар, әңгімелер, әлеуметтік желілерде қаптап кетті. Кейбірі соның арқасында танымал болуда. Бірақ танымалдылық осындай жолмен табылушы ма еді? Халық мойындауының белгісі сол ма? Саят мырза мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтан бұл үрдісті тоқтататын заң шығаруды талап етті. Аузына келгенді айтып, интернетке жүктейтінді жүгендейтіндер үшін. Сіз қалай ойлайсыз? Мына ән жарыққа шығады, мынау шықпайды деп сүзгіден өткізген дұрыс па? Әлде орындаушыларға шектеу қоймаған дұрыс деп ойлайсыз?